Бәріңе сәлем достар. Бүгін мен сіздермен Лайка. Бүгін және де біз новенький кунг-фу пандадан қашатын боламыз. Яғни енді төбелесіп томпақ жүретін ше, панда ше. Конечно, содан қашатын боламыз. Еще олар милашечный болады ғой, короче. Содан қашамыз. Так, әрине легкий уровень, бірінші рет ойнап тұрғаннан кейін легкий уровень ойнаймыз. Так, мынандай кунг-фу пандадан. Достар, өздеріңе ұнайтын ойынды жазып кетіңдер, және де достар. Және де жазып кеткеннен кейін не бар емес па? Атқандай еді. Подписаться етіп кетіңдер, және де если сіздер өздеріңіз ұнайтын ойындарыңызды жазсаңыздар, мен сол ойынды міндетті түрде ойнайтын боламын. Давайте сіздердің подписаться еткендеріңізді күтеміз. 10-ға дейін санаймын, кім подписаться етіп үлгереді екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достар, подписаться етіп үлгердіңіздер ме? Әрине мен сіздер үлгерді деп ойлаймын. Және де достар, қараңыздар, мен сіздерге прям қиналып видео түсіріп ойнасам, ал сіздер мен еңбегімді бағаламай просто да өтіп кеткен әрине жаман. Сондықтан давайте маған подписаться етіп лайк басып кетіңіздер. Так, енді бағана қызыл кнопка басып қойдық. Потом бұлай қаша берсек болады. Надалесіз адамнер. Достар, мен кунг-фу пандадан мейірімді деп жүрсем, сөйтсем жауыз екен ғой, или жауыз емес па? Просто мен жауызбын ба десең, так, мынандай ұзын коридор жасап қойыпты да, достар. Мен сені ұстап аламын деп айтып жатыр аяқта. Естіп тұрсыздар ма, достар? Так. Наконец-то. Наконец-то құтылдық. Енді әрине біз әжетханаға барамыз. Так, мынандай, вау, мыналарды кім танитын? Тасбаққа. Мына төбелесетін, тоже кунг-фу панданың достары ғой, короче. Біріз папасы, біріз мамасы. Достар, негізі кунг-фу панданың мамасы кунг-фу панда болу керек қой, тоже панда болу керек қой. Ал кунг-фу панданың мамасы құс қой, вообще-то бір түрлі идея. Ойынның бір түрлі идеясы сол. Так. Мында көпірден өтіп аламыз. Обязательно. Мына қирайын деп тұр екен ғой. О май гаш десең. Так. Мынандай енді, мынау не? Так. Типа секіріп өтеміз ғой. Так, мынандай тас тас өтіп кетеді. Тас өткеннен оның ішіне кіреміз. Тастың өткен күтейік. Так, достар. Вау, идеально десең. Так, бүкіл нәрсе идеально дей беремін. Так, олай тұрақ тасты күтіп. Ой. Шош кеттім ғой. Достар, тез жүреді екенен мойындадым десең. Так, все. Уже нақта күтудің де керек жоқ. Бұл енді жақын болғаннан кейін өтіп кетеді. Так, все. Енді біз на уровеньді бәттік. Уже 9-шы уровень. О май гад. Қарандар, 3 минутта уже 10-шы уровеньге еп қойдым. Кунг-фу панда. Достар, томпақ болса да күшті жүгіреді екен. Наконец-то. Так, томпақ болса да күшті жүгіреді екен. Қолдармен деп күшті жүгіреді ғой. Ал бірақ оны мазақтаймыз ғой. Бірақ ол бізден қарағанда күшті төбелеседі, күшті не ғой? Атанайды. Қарандар. Тұрып қалды. Шош кеттім ғой, бізден келе жатырмын артымыздан деп. Все, анадан құлап қалды. Так, күлме досқа келер басқа демекші, қазір бізде құлап қап, жылап жатпайық десең. Так. Так. Шүкір десең. Так, мұна басамыз. Кейбірісі жайдан жайына қызыл кнопканы басып қойды ғой. Қызыл кнопканы баспаңдар, достар. Если лестница жоғалып кеткен жағдайда қана сол кнопканы басасыңдар. Так. Все. Енді біз, мынау білемін мен. Мынау көрші, типа, тез жүруге керек нәрсе ғой. Типа, энергия жинап. Десең. Так. Все. Енді все. Мынадан бірінші попыткадан өтейінші ме? Достар, бірінші попыткадан өтеді деп ойлайсыздар ма? Мен бірінші попыткадан өту олмыш мен үшін үлкен құрмет. Достар, мен бірінші рет емес, уже екінші рет. Мынаны бірінші рет попыткадан өтіп жатырмын. Так бұрында миллион рет ұтыла беруші едім. Ладно, мына короче қойма. Шатастырып, стрелка қойып қойған қараш. Ужас десің. Так, қоймадай, короче, мынаны уже жақпа баған шығарым. Лестницаны аламыз. Потом анау жерге қоямыз. Атанет. Ой, ишек бас.
жағаласып қоймады ғой, иә. Так, все. Уф, наконец-то. Так, бірінші попыткадан өттім. Мынаны да ойландашы, достар. Мә, деп мақтана берсің, иә. Так, енді мынандай мұздан өтеміз. Бұл мұздан всегда бірінші попыткадан өтем. Мен вообще мұздан ұтылып көрмеппін. Бастапқы видеоларым қарап көрдім, мұздан вообще ұтылып көрмегем. Так, достар, және де менің каналыма реально подписываемся, достар. Мен прям күнде видео саламын сіздер үшін. О май гад деп сіздер іштеріңіз пыспасыншы деп. Еще күнде сағат 5-те салам, 5-те менің профилімнен күнде қарап жүріңіздер, достар. Так, мынағанмы неміз, потом мынағанмы неміз. Ойбай, мыналардың аралары прям ашық қой. Түсіп кетсек не болады екен, ужас. Так, енді потом біз бұл енді қызыл кнопканы басыламыз. Мен басында ойлайтын ғой, не қызыл кнопканы басамыз, не мағына дейтін ғой. Сөйтсем, достар, типа ол не үшін айтем, мына буларды өшіру үшін екен ғой. Енді біз булар ыстық болғаннан өте алмаймыз ғой, булардан. Олар өте ыстық. Ну, поэтому не істейді, короче. Ыстық болғаннан кейін оларды осы қызыл өздерінің өшіретін кнопкаларын басып өшіреміз. Және де все. Вот, все. Осы 3 буды айттым ғой мен. Осы 3 буды өшіру үшін сонша басқа жерлерге барып келеміз ғой. Так, өшірдік. Енді мына жақтан өтеміз. Так, все. Мынандай туннель ма? Анау аппақ бір бәлекен. Достар, осы самый қызық ойын. Осы самый қызығы тоже. Мынадан да бірінші рет ойнаған кезде прям ұтыла беретін. Прям ұтыла беретін. Одан кейін уже үйреншікті болып кетті. Так, былай секіреміз. Все. Вот, осылай. Все. Достар, кешкі асқа манты жегім кеп тұр. Кешкі асқа деппін ғой, тамаққа. То есть, так. Бірінші попыткадан ішіне кірсем, маған подписывайтесь, достар. Бірінші попыткадан істеп жатырмын. Давайте сыңқтап подписывайся. Достар, кунг-фу пандамен күтіп жатыр. Қазір кунг-фу пандамен атсамыз. Менің самый жек көретін жерде қорқыныштым осы ғой. Вообще жек көретін жоқ. Атысу деген вообще қорқынышты. Еще атыңнан тез жүреді, ал сен атып бір жағынан атасың, бір жағынан не істейсің ғой. Атқанда бір жағынан атасың, ал бір жағынан қашасың. Вообще екеуін де бірге алып жүру өте қиын нәрсе, мойындаймын. Так, давайте, атыңдар деп ғой, мен атады екен ғой. Мына жылдамдығымды азайтып жіберіп жатыр. Давайте. Давай. Достар, кішкене қалды. Мен табалғысы кеп жатыр, менде жизнь аз. О май гад, бұл да кішкентай қалғанда ұтылып қалмайыншы. Так, кішкене қалды. Оф, наконец-то талдым, осыны талдым үшін мың нәрсе істедік қой, о май гад. Так, енді мына жылдың самый любимый менің. Жай ғана сырғанау. Бұл ешқандай нәрсе қашпайсың ешкімнен. Ешкімнен тығылмайсың, ешкімді атпайсың. Просто так сырғанайсың. Осы самый қызық уровенің менің. Просто так сырғанау. Все, потому что ол оп-оңай, соқтан бәріне ұнайтын шығар, иә. Мынау ұзақ лесізден мүні шашап кетесің, иә. Нервыңа тиіп деп айтпай қояйын. Достар, бағана мен кеше, то есть, не ойнадым? Өте қызық ойын ойнадым. Аты моқбұрын ағып кеткен баладан қашу ғой. Прям қызық екен, бірақ өте қиын. Оның ішінде даже игра в кальмаре сияқты идеялар өте көп. Прям қызық екен, вообще советую. Бірақ енді қиын енді. Бірінші мен видеомды көріп алыңыздар. Одан мен видеомды көргеннен кейін түсінікті болады. Ата бірінші рет сразу ойнасаңыздар, қиынды болып кетеді. Мысалындай, неше түрлі заттарды табу, мысалы жұмбақ болатын болса, оны маған қарап мен арқылы бірінші попыткадан өтіп кете аласыздар. Так, все. Енді мына жаққа. Достар, бірінші попыткадан енді тағы да атсамыз. Так, қолын тез атайық. Так, кішкене алып. Так, бір орын отып атайын ба деп едім. Окей.
Окей, плиз. Так. Давайте. Бір қолы жоқ болды. Так, енді екінші қолы. Так. Екінші қолын тез бітірейік. Ой, бітірейік деп ма, тез өлтіріп тастайықшы. Достар, мен өліп қалуым мүмкін. Мә өлем ғой жыбы. Нақын, мә достар, мұнада бірінші попыткадан өттік. Мә өлмедім, так, өлмедім, менің жизнім азақ болды, оның да ең қолды жіберіп өзі айтып береді. Так, оның жизні азақ болды, менің де жизнім азақ болды, бірақ мен одан жеңіп кеттім. Так, енді мұнадан, басым айналып кетті ғой, датаво тез, о май гад. Так, достар, менің видеом қысқа болып қалды, потому что мен тез ойнаймын, және де вообще ұтылмай ойнағаннан кейін әрине сондай болады десең. Так, енді мынау лестницадан көтерілеміз. Осылай. О май гад! Мә достар, осы мен үшін самый жанымды келтіретін самый қиын ше осы. Бәрінен де ше осыны өте алмай қала беремін. Қараңдаршы, аралар прям ашық. Так. Бұл вообще түсініксіз болып кетті, потому что бәрі қап-қара болғаннан кейін, наконец-то екінші попыткадан, это вообще прям супер. Достар, және де осы самолетқа отырғаннан кейін ойын аяқталады. Және де бәріне рахмет, бәрің маған подписаться етіп, прям бәрін қолдап жатырсыңдар. Сіздерге өте қатты рахмет, целую. Және де сіздермен бұған мойка, тағы да подписаться етіп, лайк басып, өздеріңе ұнайтын ойында комментарий жазып кет.